1867-1868 жылдардағы реформалар. Құрметті балалар, сіздер патша үкіметінің Қазақстанда 19 ғасырдың бірінші ширегінде жүргізген реформалармен танысасыздар. Ал бүгінгі тақырыбымызда Ресей үкіметінің 1867-1868 жылдары жүргізген реформаларының мақсатын, себептерін, әкімшілік басқаруда енгізген өзгерістері мен ерекшеліктерін және оның салдарын қарастырамыз. Қазақстандағы реформаға әзірлік, оның негізгі себептері 1822 жылы Сібір қазақтарының жарғысы, 1824 жылы Орынбор қазақтарының жарғысы. 19 ғасырдың 60 жылдарының басында бұл реформалар жарамсыз деп саналды. Сондықтан да қазақтардың басқару жүйесін өзгерту үшін Будков бастаған комиссия құрылды. Ол қазақ даласын батыс және шығыс деп екі облысқа бөлуді көздеді. Бірақ оның ұсыныстары қабылданбады. Қазақстанның әр аймағында шаруашылықтың түрі бірдей болған жоқ. Қазақ даласын басқару туралы ереженің жобасын әзірлеуде 1865 жылы 2 Александр патша үкімімен аумақты толық зерттеу мәселесі дайындалды. Онда жаңа жүйеге сай келетін жер иелену түрлері, сот ісі, ағарту ісі, салық жүйесі, дін мәселелері қарастырылды. Өлкені басқару ісін өзгерту Гирс басқарған дала комиссиясына тапсырылды. Реформаны әзірлеуде қалың бұқараның көңіл күйі ескерілмеді. 2 Александр патша 1867 жылы шілденің 11 жұлдызында Сырдария, Жетісу облыстарын басқару туралы уақытша ережені, 1868 жылы қазан айының 21 жұлдызында Торғай, Орал, Ақмола, Семей облыстарын басқару туралы уақытша ережені бекітті. Бұл ереже бойынша қазақ жері 3 генерал-губернаторлыққа бөлінді. Басқарушы генерал-губернатор, ол барлық әскери, сонымен қоса азаматтық билікті өз қолына алды. Бұл реформа бойынша әкімшілік басқару ісі 5-ке бөлінді. Ауыл, облыс, уезд, облыс, генерал-губернаторлық. 1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформалар бойынша Қазақстан аумағына 3 генерал-губернаторлық құрылды. Түркістан, Жетісу, Сырдария облысы, орталығы Ташкент, Орынбор, Торғай, Орынбор облысы, орталығы Орынбор, Батыс Сібір, Ақмола, Семей облысы, орталығы Омбы. Облыстағы әскери және азаматтық билік әскери генерал-губернаторлар қолында болды. Басқарма 3 бөліктен тұрды: шаруашылық, сот, жарлықты іске асыру. Түркістан генерал-губернаторының міндетіне көрші мемлекеттер Қытай, Иранмен қарым-қатынас жүргізу жүктелді. 1868 жылы дала облыстарын басқару туралы уақытша ереже және 1867 жылы Түркістан өлкесіндегі басқару туралы ереже бойынша болыстық басқарушы өз қолына полиция мен басқару билігін жинақтады. Оның міндетіне билер сотын өткізу мен олардың шешімін орындау, тәртіп, салық мәселесі кірді. Қазақ шаруасы шамадан тыс ауыр земство міндеткерлігін көтерді. 1867-1868 жылдары реформалар 2 жыл уақытша енгізілгенімен, бұл тәжірибе 20 жылға созылды. 1867-1868 жылдардағы реформа мен әскери соттылық комиссарлар және уездік соттар құрылды. Сонымен бірге Сырдария облысында ауылдардағы билер соты мен қыстақтардағы қазылар соты сақталды. Дала облыстарынан тысқары жасалған қылмыстар, малшы қазақтардың қылмыстық және азаматтық істерін ресейлік заңдар негізінде уездік судьялар қарады. 1867-1868 реформа бойынша болыстар мен ауыл старшындары 3 жыл мерзімге сайланатын. Оларды кез келген мерзімде алып тастай алады. Бұл қазақ даласындағы сайлау жүйесінің отаршылық мазмұнын көрсетті. Ауыл старшындары отаршыл әкімшіліктің төменгі буындары полицияның тыңшылықтың міндетін қоса атқарды. Реформа алым салық жүйесін де қамтыды. Әр жылда бір тұтас үй басына түтін салығы енгізілді. Орта жүздің хандары, уәли, бөкейдің ұрпақтары салықтан босатылды. Көшпелі қазақтарға біраз тегін істейтін жұмыстар міндеттелді. Қоныс аударып келген орыс шаруаларына жер берді және құрылыс материалдарын тегін берді.
Олар сауда жасаумен, қолөнер кәсібімен, өнеркәсіптік қызметпен және егіншілікпен емін-еркін айналыса алды. Орта Азия халықтарының өкілдеріне мұндай жеңілдіктер берілген емес. Себебі патша үкіметі ислам дінін ұстанатын басқа халықтар өкілдерінің қазақ даласына орнығуынан шошынды. Әртүрлі қажеттерге жұмсау үшін қара шығын деп аталатын қосымша салық та салынды. Бұдан түскен қаржы жол салуға, көпір, мектеп, мешіт, аурухана салуға жұмсалды. Сөйтіп, патша үкіметі қазақтардың ежелгі дәстүрлі қоғамын шайқалтты. Бүкіл қазақ жері Ресей меншігіне енді.